Қайырлы күн, құрметті достар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Асел. Мен психология мен рухани даму жолындағы ізденушімін. Бүгін сіздермен адам бойындағы дерт, яғни ауру дегеніміз не, оны қалай дәрісіз емдеуге болады, осы жайында бүгін сіздерге қысқаша ақпарат бергім келіп отыр. Бәлкім біреуге көмегі тиіп қалар. Ауру мәселесін біз бүгін 3 түрлі слойда қарайтын боламыз: психологиялық, рухани, яғни ғалам заңдылықтары бойынша, және ғылыми түрде физиологиялық тұрғыда ауру неден пайда болатын және оны қалай оңай емдеуге болатын жайында бүгін сөйлесіп көрейік. Жалпы ауру, дерт дегеніміз адамның бойында, яғни организмінде қандай да бір ақаудың пайда болуы, сырттан келетін зиянкестердің кесірінен адамның организмінде, адамның органдарында пайда болатын ақауды біз ауру деп айтамыз. Сырттан келетін зиянкес деп нені айтып отырмын? Ол вирустар болсын, микробтар болсын, сырттан келетін бір зақым болатын, немесе адамның организмі суықтап қалады деген секілді, врачтарға барсаң солай айтады ғой, микроб, вирус, анау деген сияқты. Соның кесірінен адамның организмінде түрлі аурулар, яғни ақаулар пайда болады екен. Дәл осыны психологиялық слойда қарайтын болсақ, ауру дегеніміз адам бойындағы эмоцияларын игере алмай қалған кезде, адамның бойында шықпай қалған эмоциялар көбейіп кеткен кезде, ол адамның тәнінің бір жерінен тесіп шығады екен. Психологиялық тілде оны осылай түсіндіруге болады. Қарапайым қазақта сөз бар ғой, бүкіл ауру нервтен деп. Бекер айтылмаған нәрсе. Ал рухани тұрғыда қарайтын болсақ, адамның бойында дерт, қандай да кез келген дерт пайда болады, адам ғалам заңдылықтарын бұзған кезде екен. Енді осының бәрін қазір бірге байланыстырамыз да, барлығы бір жерден шығатынын түсінетін боламыз. Осыны түсінген адам өзінің бойындағы дерттен дәрісіз емделуге мүмкіндік алады, достар. Сол себепті соңына дейін қарап, өздеріңізге бір пайдасын тигізесіздер деген үміттемін. Қараңыздар, кез келген ауру, бұл жерде грипптен бастап, насморктен бастап, онкология, спидке дейін де қарап айта беруге болады. Ғылымға сүйенетін болсақ, бізде көп аурулар тұқым қуалайды деп айтады. Бірақ психологияға, рухани ілімдерге сенетін болсақ, тұқым қуалайтын ауру жоқ. Ауру тұқым қуаламайды. Тұқым қуалайтын біздің мировоззрениеміз. Айналадағы болып жатқан дүниелерге біздің реакциямыз тұқым қуалайды. Яғни анасынан қызына, әкесінен баласына, атадан балаға былайша айтқанда беріледі. Ал оны түбінен қазбағаннан кейін медицинада айта салады: мамаң осындай аурумен ауырса, значит сенде де сол ауруға шалдығу ықтималдылығы жоғары деп айтып жатады. Бірақ ондай емес негізінде. Қалай? Қараңыздар, мен қазір бір ауруға нетпей ақ қояйын, жалпы ауру деп ала берейік. Ақыр тұқым қуалайтын аурулардан бастадық, сонымен жалғастырайық. Допустим, давление. Қазақтарда көп кездесетін жайт, бәрі айтады: ой, біздің үйде бәрі давлениемен ауырады, бәрінде давлениемен проблема, менде де бар. Оны бір мақтан тұтарлық дүние ұқсап айтып жүреді. Бізде тұқым қуалайтын ауру деп. Бірақ давление дегеніміз не? Психологиялық тұрғыда айтатын болсақ, давление адам өзінің ішіндегі эмоцияларын игере алмай, ол асып тасып бара жатқан кезде адамның қысымы көтеріледі. Яғни қайнаған су сияқты қысымы тәніне сыймай бара жатыр деген сөз. Ішкі қысым. Кейбір адамдарды керісінше түсіп кетеді. Судың мұздай болып қатып мұзға айналып бара жатқан сияқты қысымы, ішкі қысымы түсіп кетеді. Осы ғана бар жоғы. Оның барлығы неден басталады? Оның барлығы адам ашу-ызасын игере алмайды. Адам қайғы-мұңын игере алмайды. Яғни өзінің ойын, өзінің санасын, өзінің эмоцияларын игере алмағандықтан организм осылай реакция береді. Бұны біз сырттағы дәрімен басуға тырысамыз. Мысалға, давлениені регулировать етіп баланста ұстауға тырысамыз. Амалдың жоқтығынан. Неге? Өйткені біз дәрінің көмегінсіз өзіміз, осы жерде естіңіздер, өзіміз ішіміздегі қысымымызды реттей алмаймыз деген сөз. Ішкі қысымды реттей алмаудың астарында не жатыр? Біз өзіміздің ойымызды реттей алмаймыз, өзіміздің эмоцияларымызды игере алмаймыз. Соның себебінен, соның салдарынан біздің қысым көтеріліп кетеді. Қанымыз қызып кетеді, немесе қанымыз суып қалады деген сияқты. Енді мен медицинада аса хабарым жоқ адаммын, бірақ осылай қарапайым тілде түсіндіруге болады. Енді қараңыздар, бұл неге атадан балаға беріледі? Мысалға, менің анам қандай да бір қиын жағдай басына туындайтын болса, ол күйгелектеніп, айқайлап, жылап, эмоциясын ұстай алмай, былайша айтқанда истеричка болатын болса, көңіліңізге тиіп кетпесін, енді осылай утрировать етіп сөйлеп жатырмын, сонда түсіндіріп болады да. Соны көріп өскен мен де сондай болады емеспін ба?
дұрыс па? Өмірімде қандай да бір қиындықтар туындайтын болса, мен де солай реагировать ететін болам. Өйткені бала кезімде соны көріп өстім, как губка соны сіңіріп алдым. Менің айналадағы болып жатқан дүниелерге көз қарасым сондай. Яғни атадан балаға мировоззрение беріледі, ауру емес. Допустим, менің апам, әжем, без разницы бұл жерде, мен мысалға айтып отырмын. Қандай да бір жағдай болған кезде тұйықталып қалып, эмоциясын шығара алмай, тығылып қалып ана жеріне, не жылай алмай, не даусын тіпті шығара алмай, бүйтіп қатып қалатын болса, соны көріп өскен мен қандай болам? 99%-те мен де сондай болам. Мен де ішіме тығып қалатын, мына жеріме бүгіп қалатын, бүйтіп отырып, тіпті жылай да алмай, эмоциямды шығара алмайтын адамға айналам. Енді анамнан, әкемнен, атамнан, әжемнен мен сол генетиканы алдым ғой, дұрыс па? Сол қанды алдым, сол программаларды алдым. Олар қалай реагировать етсе, мен де солай реагировать етемін, минус-плюс. Чуть-чуть разница болуы мүмкін, бірақ в целом мен де солай реагировать етем, в целом мен де солай өмір сүрем. Сол себепті тура солар ауырған аурумен мен де ауыруым әбден мүмкін. Өйткені бір материалдан жасалған, былайша айтқанда бір материалдан жасалған заттар болып тұрмыз ғой. И бірдей реагировать етеміз да. Мысалға, пластмасты отқа жақсаң, былжырап кетеді, еріп кетеді, әйнекті отқа жақсаң, шарқ етіп сынуы мүмкін деген сияқты, мысалға. Сол сияқты әртүрлі адамдар әртүрлі ситуацияға реагировать етеді. Түсіндіре алдым ғой, мысалға. Түсіндіре алдым, ары қарай созбай қояйын. Сол себепті психологтар адамдармен жұмыс жасағанда не істейді? Адамдармен жұмыс жасаған кезде олардың мировоззрениесін өзгертуге тырысады. Қалай? Дұрыс емес установкаларын алып тастауға тырысады, дұрыс емес психотравмаларын емдеп, алмастырып тастауға тырысады, психологтардың тілімен айтқанда жабылмаған гештальттарын жабуға тырысады. Өйткені бұл не береді? Өйткені соның арқасында біз әлемге, өміріміздегі болып жатқан жағдайларға басқаша қарауға мүмкіндік аламыз. Менің мысалға мамам, папам, үйімдегілер осылай реагировать етсе, мен малайынша реагировать етуге мүмкіндік аламын. Өйткені менің мына жерімді тазартып берді қажетті мамандар. Соның арқасында мен, мысалға, менің мамам күйгелектеніп кететін болса, мен алам да, жарайды, шешеміз, бұл проблема емес, бұл задача. Мен бұдан қорықпаймын. Енді спокойно қарай алам дейтін сознаниеға жеткіздіреді ғой психологтар. Сол себепті айтады, адамды есейту үшін, адамды саналы ету үшін оның санасы мен түп санасын тазалау керек деп айтатын осыда. Тазалаған кезде нені тазалайды олар? Бағанағыдай сіздің реакцияларыңызды тазалайды. Былайша айтқанда, реакция тазалау деген, мысалы, кейбір адам неге күйгелектеніп кетеді? Өйткені оның ішінде бәлкім, бұл жерде бірнеше вариант болуы мүмкін. Оның ішінде бәлкім қорқыныш көп. Сол қорқынышты ұстай алмай, өз-өзін ұстай алмай, паниковать етіп кетеді. Сол себепті давлениесі көтеріліп кетеді, мысалға. Кейбір адамдар бойында комплекстердің көп болғандықтан, мысалға, олар керісінше жабылып қалуы мүмкін. Кейбір адамдар қорыққанда қашса, кейбір адамдар қорыққанда отырып қалады ғой, дұрыс па? Әркім өзінің миындағы программаларға сай, өткеніне сай реакция жасайды. Психолог сіздің сол реакцияларыңызды дұрыс адамның реакциясына жеткіздіріп беруге көмектесетін маман. Сіздің реакцияларыңыздың астарында жатқан комплекстерді, қорқыныштарды, психотравмалардың бәрін емдеп, сіздің реакцияңыз нормальный адамның реакциясына айналуына септігін тигізетін кісі, былайша айтқанда. Енді қараңыз, бұның ауруға не қатысы бар деуіңіз мүмкін. Тікелей қатысы бар. Өйткені допустим, стресске шыдай алмайтын, не нәрсе болса соған паниковать ете беретін. Былайша айтқанда, уайымшыл адам давление ауруына шалдыруға әбден құмар болады. Ол вечный стрессте жүреді. Вечный стрессте жүргеннен кейін, стресс дегеніміз не? Кортизол деген гормонның бөліне беруі, адреналин деген гормонның бөліне беруі, тағы да бірнеше түрлі гормондар бар. Адам стрессовать етіп, уайымға түсе берген кезде организм ойлайды, сыртта соғыс болып жатыр, сыртта жаман бір нәрсе болып жатыр, қашу керек деп ойлайды, бағанағы адреналин, норадреналин, кортизол, анау деген сияқты аттарын қазір ұмытып тұрмын. Сондай гормондарды бөледі. Соның арқасында организм, яғни тән, күреске, қашуға, соғысқа дайын тұрады. Более андай күштірек болып тұра ма, сондай организмде дополнительный энергия пайда болады. Соғысқа, бірақ күреске пайда болады. Бірақ енді қараңыз, сіз бүгін бір жағдай болды, шынымен паниковать еттіңіз, шынымен қорықтыңыз.
бір-екі минут, ары кетсе бір-екі сағат. Бірақ егер сол эмоцияларды, яғни ішіңізден шығарып тастамасаңыз, біз не істейміз оны? Ертең де соны ойлап уайымдап жүреміз. Өтіп кетсе де есімізге түскен сайын қорқып, денемізде мурашки болып дірілдейміз мысалға, А біреулер вообще 10 жылға дейін, 20 жылға дейін сол эмоцияны шығармағанның кесірінен сол эмоцияларды қайта-қайта есіне түсірген сайын тәні соны сезініп жатады. Настолько адам үйреніп кетеді да, уақыт өте келе организмінде сондай эмоциялардың жүріп жатқанын, тәнде сондай эмоциялардың болып жатқанын байқамай қалатын күйге жетеміз біз. Біз байқамаймыз, бірақ біз фоновый стрессте жүреміз. Біз байқамаймыз уже, бірақ біз үнемі тревогада жүреміз. Жақтарымыз қарысып қалған, қолдарымызды ашпаймыз, денеміздің бәрін бүйтіп жинап алғанбыз да. Организм түсінбейді оны. Ол ойлайды, значит, бұл бейшара соғыста жүр деп ойлайды. Значит, бұл бейшара постоянно ырылдайтын иттің қасында тұр. Или қасында қасқыр тұр. Мысалға, сондай бір критический состояниеде жүр деп ойлайды да, бағанағы гормондарды бөле береді, қаныңыз қоюлай береді, иммунитет әлсірей береді. Өйткені бағанағы гормондардың бәрі не істейді? Сіздің қаныңыздың құрамын өзгерте береді. Биохимиясын қанның өзгерткеннен кейін организмде болса да аурулар пайда болады. У кого где тонко, там и рвется демекші. Кімнің қай органы слабый, сол орган ауруға шалдығады. Жалпы иммунитет түсіп кетеді, біреулер семіріп кетеді, біреулер азып тозып кетеді, шаш түседі, бет құртылады, позвоночник уже ауыртпашылыққа шыдамайды, өйткені мына ми деген толып қалған. Соның кесірінен түрлі ауруға шалдығамыз. Бұл жерде даже психосоматиканы айтып, мынандай стрессте жүрсең, мына жерің ауырады екен деудің де қажеті жоқ та, жалпы ауру пайда болады. Кімнің қай органы нәзік, сол органнан бастап аурулар пайда болып бастайды. Және ең жаманы, адамның тәні тез арада қартаюға құмар болады. Қартайып кетеді тәніңіз, былайша айтқанда. Енді дәл осыны ғалам заңдылықтары, яғни рухани слойда зерттеп көрейікші. Бағана дұрыс емес реакциялар деп айттық, яғни неадекватный реакциялар жасайды адам. Оны қашан жасайды? Психологиялық деңгейін түсіндіге қашан жасайтын? Рухани деңгейде алатын болса, адам, қазір бір ауыз сөзбен айтсам, ол былай болады. Адам, яғни рух, өзінің жолында жүрмесе, өзінің бағытында жүрмесе, дұрыс емес теріс жолға түсіп кететін болса, ол өзін міндетті түрде дұрыс емес сезінетін болады. Келісесіздер ғой, міндетті түрде ол өзінің орнында емес, ол өзінің адамдарының қасында емес, өзінің жолында емес, сондай, в общем, өзі емес сияқты сезінеді. Сол себепті рух біліп тұр ғой. Мен мына жолды жүргім келмейді, мен мына жаққа жүргім келеді. Менің тағдыр жолым бұлай болу керек еді. Менің миссиям, предназначением мына жақта, бірақ мынау түсінбейтін личность мына жаққа кетіп бара жатыр деп, рух өзінің жолында болмаса, тәнге стоп қоя береді. Адамның бойында пайда болатын дерт, ауру, рухтың тәнге стоп қоюы деп түсінсек болады. Мысалға, біздің қазақ қоғамында распространенный, кеңінен таралған, айып етпеңіздер, орысша сөздер қосылып кете береді, ең кеңінен таралған сценарий. Біз өзіміздің рөлімізде болмаймыз да, сол себепті біздің өмірімізде қиындықтар көп пайда болады. Оның бірі ауру, дерт. Енді қараңыздар, өз рөлінде болмау деген не? Мысалға, мен қарапайым пенде ретінде қандай рөлдерім бар? Ең бірінші рөлім, мен біреудің перзентімін, туылдым бір-екі адамның отбасында, анам мен әкемнің. Одан кейін менде бауырлар пайда болды. Менің бауыр деген тағы да бір социальный рөлім пайда болды. Одан кейін менде дос-жарандар пайда болды. Мектепке бардым, университет деген сияқты. Одан кейін мен біреудің жары болдым, біреудің келіні болдым, біреудің анасы болдым деген сияқты, біреуге бөле жиен, осылай кете береді. Біздің осындай қоғамдағы атқаратын бірнеше маңызды рөлдеріміз бар. Барлық адамның, еркек болсын, әйел болсын, үлкен болсын, жас болсын, Енді мен осы рөлдерімді дұрыс орындамайтын болса, менің өмірімде міндетті түрде қиындықтар болады. Ғалам заңдылығы бойынша сондай. Өйткені маған Құдай осындай Әсел деген адамның рөлін ойнауды берді. Осы өмірде мен Әсел деген адамның рөлін ойнаймын. Бірақ мен өзімнің рөлдерімді ойнаудың орнына басқа рөлдерді сомдап кететін болсам, Құдай маған стоп қояды. Бірінші стоп, мысалға, ғалам заңдылықтары, ғаламның заңдары бар, Қазақстан Республикасының конституциясындағыдай біздің де осы әлемнің конституциясы бар. Оны Құранда да жазған, Библияда да жазған, бүкіл ұлы ғұламалардың барлығы, пайғамбарлардың барлығы айтып кетті.
Бірақ біз ол заңдарды білеміз, иә дейміз, бірақ орындамаймыз. Тіпті өзіміз соны бұзып жүргенімізді де байқамаймыз. Мысалға, біздің республикамыздың конституциясында заңды бұзсаң не істейді? Бірінші штраф салады, потом административный какое-то наказание болады, потом тыңдамасаң не істейді? Сені түрмеге жабады. Сол секілді ғалам заңдылықтарын бұзған адамға бірінші штраф келеді. Штраф ол сізге ақшалай бір шығындарға түсесіз, форс-мажор болып қалады. Жаңағы соткаңыз сынып қалады, машинаңызды ұрып аласыз, болмайтын жерден бір шығын келіп қалады деген сияқты. Бұл ең оңай жолы, ең жеңіл жолы сізді оятудың. Сізге осындай бір дүние болып жатыр ма? Значит, Құдай айтып жатыр: қалқам, пендем, сен дұрыс емес әрекет жасап жүрсің, сен менің заңдарымды бұзып жүрсің деп айтып жатты ғой деп қабылдаңыз. Білмеймін, сіздер неге сенесіздер, мен осыған сенемін. Құдайдың қалауынсыз бір жапырақ ағаштан түспейтін әділетті әлемде өмір сүретінімізге сенемін. Сол себепті еш нәрсе случайно емес. Кез келген нәрсенің өзінің бір себебі бар. Себебі, салдары болады. Енді оны байқамайсыз, тыңдамайсыз, айналаңызға қарамайсыз, ары қарай ғалам заңдылықтарын бұзып жүре бересіз. Тіпті өзіңіз білмейсіз, өйткені ол әдетке айналып қалады адамға. Одан кейін не істейді? Одан кейін екінші не болады? Ой, Құдайым ай. Екінші рет сізге белгі береді. Ақшамен тыңдамадыңыз, енді қарым-қатынасыңыз бұзылып бастайды. Ұрысып қаласыз, ренжісіп қаласыз, сізді сатып кетеді, нашар адамдарға жолығып қаласыз деген сияқты. Хотя адамды жақсы жаман деп бөлмейміз, ол жайында келесі тақырыпта сөйлесетін боламыз. Оны да тыңдамайсыз, байқамайсыз, как танк прете, да, кетіп бара жатырсыз, былайша айтқанда. Үшінші, сізді түрмеге қамайды. Яғни сізді тәніңіздің ішіне, түрмесіне отырғызып қояды. Ол дерт, ол ауру. Сіз ауруға шалдығасыз. Сол кезде сіздің ешнәрсемен жұмысыңыз болмай қалады. Тек ауруыңызбен күресіп кетесіз. Солай ғой, біз ауырсақ, бүкіл проблемаларымыз жоқ болып кетеді біздің. Біз тек тәнімізді сауықтыруға бар күшімізді жұмсаймыз. Яғни дертке шалдықтыңыз ба, сіз крупный бір ғалам заңдылықтарын бұзып жүргеніңізді біліңіз. Өте крупный, масштабный ғалам заңдылықтарын бұзып жүргендіктен сізді тәніңіздің ішіне, былайша айтқанда, аурудың ішіне қамап қоюға мәжбүр болып отыр Құдай. Сол себепті де сіз дертпен күресіп отырсыз қазір. Осы ракурсты алатын болсақ, бағанағы рөлдерді қалай түсінуге болады? Қараңыз, мен өзімнің рөлімді ойнамай, яғни перзент, бауыр, бағанағыдай бөле жеген, туысқан, келін, жар, ана деген рөлдерімді, біреудің қол астындағы жұмысшы деген сияқты, біреудің көршісі деген сияқты рөлдерімді ойнамай, білгіш, ақылшы, судья, адвокат, жұрттың бәріне әйтеуір сұраса да сұрамаса да ақыл бере беретін психолог деген секілді псевдо рөлдерді орындап кететін болсам, мен ғалам заңдылықтарын бұзып жүрмін. Қандай? Бірінші, өзімнің рөлдерімді орындамай жүрмін. Сол себепті Құдай маған бірінші ақшалай наказание береді, потом қарым-қатынаспен ұрады, болмаса денсаулығымен бір қандай да проблема пайда болады. Бұл бірінші мысал. Бұдан басқа бірнеше ғалам заңдары бар. Біз өзімізді алдаймыз, өзгелерді алдаймыз. Бұл да ғалам заңын бұзу. Біз өзіміздің қалауымызды өзгелерге пихать еткіміз келеді. Осы сөзбен айтпасам, басқаша түсіндіру қиын да. Осы сөзді айтсам, прям в точь-в-точь түсінеміз, өкінішке орай. Енді паразит сөздерді қосып отырмын, айып етпеңіздер. Оны бізде эгоизм деп айтады. Жұрттың бәрі сен қалағанша өмір сүргенін қалайсың. Өйткені сенің ойыңша сол дұрыс. Бірақ адамдарды как есть қабылдауды біз ұмытып кетеміз. Бірақ біз ойлаймыз, мен оны жақсы көріп жатырмын, мен оған жақсылық тілеп жатырмын, мен білемін ғой, мен оның анасымын, мен оның әйелімін, мен білемін мамам папам не істеу керек екенін деген сияқты жақсылық істейміз деп отырып, олардың ақысына өтіп кетеміз. Эгоист болып кетеміз. Бұл да ғалам заңын бұзу, мысалы, біреуді сөзбен ренжіту, біреуді іспен ренжіту, бұл да ғалам заңын бұзу. Осындай дүниелерді біліп, білмей жасаған сайын біздің эзотериктердің, кешіріңіздер, тілмен айтқан кезде кармамыз ластана береді. Яғни біздің карма деген сіздің істеген іс-әрекеттеріңіздің жиынтығы ғой. Сіздің істеген іс-әрекеттеріңіздің жиынтығы таза, әдемі болатын болса, сіздің кармаңыз да таза, әдемі болады. Яғни сіздің тағдыр жолыңыз дұрыс, әдемі болады. Сіз лас істермен айналысатын, өтірік көп айтатын, өсек көп айтатын, жұрттың ақысына сөзбен де, ісіңізбен де кіріп кететін адам болсаңыз, мир приходит к тебе таким, каким он исходит от тебя демекші, сіздің жасаған іс-әрекеттеріңіз сондай ғой, онша таза емес,
сіздің жүретін жолыңыз да сондай болады. Сізге сондай адамдар жолығады, сіздің өміріңізде сондай ситуациялар көп пайда болады. Сіз біреуді сатасыз, сізді екі адам келіп сатып кетеді. Сіз біреуге өтірік айтасыз, сізді екі адам келіп алдап кетеді. Сіз біреуді пайдаланғыңыз келеді, мысалға, сізді келіп екі адам екі есе пайдаланып кетеді деген сияқты. Әлем айна біздің. Вот осындай вроде бы элементарный, вроде бұны бәрі біледі, бәрі біледі, бәріміз білеміз. Бірақ осындай дүниелерді орындамағанның кесірінен біздің өмірімізде денсаулықпен, ақшамен, қарым-қатынаспен, өзіміздің ісімізді таба алмаумен, сүйікті іс предназначение деген сөз тренд болып жүр ғой. Осы дүниелермен айналыса алмауымызға кедергісін тигіздіреді, достар. Енді ауруды айтамын деп басқа тақырыпқа кетіп қалдым, айып етпейсіздер. Ауру, яғни сіздің тәніңізде пайда болатын ақаулар. Қарап отырсаңыздар, егер мен ойымды дұрыс жеткіздіре алсам, барлық деңгейде де бір нәрсені айтып жатқаным түсінікті шығар. Рухани деңгейде қарасаң да, психологиялық деңгейде қарасаң да, ғылыми тілде айтатын болсаң да, бір нәрсені айтып отырмын. Хорошо, тағы да былай түсіндіріп көрейін. Мысалға, вирустан біз ауырамыз, вирус жұқтырдым деп айтамыз. Вирус деген не? Сырттан келетін какой-то бір чужеродный нәрсе. Бізге бөтен нәрсе, біздің тәнімізге, организмімізге кіретін болса, ол бізге зиянын келтіреді. Ал бұны психологиялық тілге аударатын болсақ, вирус деген сырттан келген эмоцияларды сіз дұрыс қорыта алмағандықтан, сол сізге зиянын тигізіп жатыр деп айтсақ болады. Осылай айтсақ болады. Мысалға, сізге біреу ұрысты, немесе сіз біреумен ұрсып қалдыңыз, біреуге ренжіп қалдыңыз, немесе алғысыңызды айта алмай қалдыңыз. Кез келген эмоцияны шығармадыңыз, ол негативті де, позитивті де эмоция болуы мүмкін. Шығармадыңыз, мына жеріңізде қалып кетті, тыңқ етіп. И сол, ойлай беріңіз, уже вирус или микроб сіздің организміңізге түсті. Бірінші ойыңызға түсті, сіз оны қортамадыңыз, содан кейін ол жаймен тәнге кіре бастайды. Кез келген ауру негізі бірінші адамның тәніне кірмес бұрын, адамның энергиялық слойына, биополе деген болады адамда, оны уже барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, аура деп айтады. Бірінші сол аурасына кіреді, бағанағы микроб болсын, вирус болсын. Ғылымда оны микровирус деп айтады. Ал психологиялық тілде оны негативті эмоция деп айтады. Эзотериктердің тілмен айтатын болсаң, ол қара энергия. Төменгі вибрациялы энергия кірді сізге. Сол сізді ауру етеді. Біздің молдалардың тілмен айтатын болсаң, сізге жын кірді. Бір нәрсенің салқыны тиді деп те айтады, или көз тиді деп айтады. Әйтеуір бір сырттан бір нәрсе келді да, сізге зақымын тигізді. И сол кезде біз қарапайым адам ойлауымыз мүмкін, мысалға, маған сырттан зақым тиді, или көз тиді, или суық тиді, или вирус, или бір нәрсе. Бірақ, достар, бағанағыдай мир приходит к тебе таким, каким он исходит от тебя демекші. Біз әлемге оның алдында қандай энергия жібердік, сол энергия бумеранг болып өзімізге жай ғана айналып келіп тұр. Ол микроб ретінде келіп тұр ма, ол вирус ретінде келіп тұр ма, бір Құдай біледі. Ол солай келіп тұр. Бір жерден барып сіз вирус жұқтырып аласыз, микроб жұқтырып аласыз. Психологтардың психологиялық деңгейде айтатын болсақ, сіз вирус, микробты жұқтырып алған жоқсыз негізінде. Сіз просто кейбір эмоцияларды, біреулердің сөздерін, біреулердің көзқарасын игере алмай қалдыңыз. Сол эмоцияны қорыта алмай қалдыңыз. Сөйттіңіз, соның кесірінен организміңізде какой-то бір слабина пайда болды, трещина пайда болды, иммунитет түсіп кетті да уақытша. Сол сәтте бағанағы вирус күшіне ие болды. Күшті болып кетті сізден. Қараңыз, сіздің тәніңіз осындай үлкен, 160, 170, 180 сантиметрлік, 60-50-100 килограммға дейін жететін үлкен организміңізді тәнді, бірақ кішкентай ғана көзге көрінбейтін бір вирус, микроб сізді ауруға шалдықтырды. Яғни, кішкентай ғана бір эмоция, болмашы эмоция сізді осындай ауруға шалдықтырып тұр. Рухани тақырыпта айтатын болсақ, рухани слойда айтатын болсақ, сіз оның алдында жаман ойладыңыз, жамандық шақырдыңыз ойыңызбен, жаман сөз айттыңыз, қазақта бекер айтпайды, жақсы сөйле немесе үндеме дейді. Жақсы сөз жарым ырыс деп айтады. Сол секілді жаман ойладыңыз, қорқынышты жібердіңіз. В общем, сіз мынау ғаламға сондай бір негативтің импульсын жібересіз ғой. Сөйтеді, ол сізге айналып келеді. Біреудің сөзі болып, біреудің көзқарасы болып, біреудің ісі болып айналып келеді. Сол нәрсені сіз көтере алмай ауруға шалдығасыз. Яғни қара энергия тәніңізге кіріп кетеді. Ол қара энергияны шығармасаңыз, тәніңіздің бір жерін тесіп шығады. Әйтеуір бір ауру болып. Дерттің түрі көп. Қазір күннен күнге неше түрлі бұрын біз білмейтін аурулардың түрлері көбейіп бара жатыр.
Сол секілді достар, хорошо, бұны түсіндік. Қай слода айтқанда да, қай деңгейде айтқанда да, әйтеуір біздің тәніміз ауыратынын біліп тұрмыз. Енді оны қалай емдейміз? Егер психологиялық слойда айтатын болсақ, кез келген бойыңыздағы эмоцияны шарп тастау арқылы сіз тәніңіздегі любой аурудан құтыла аласыз. Бойыңыздағы тұрып кеткен, қалып кеткен 40 жыл бұрынғы, 40 минут бұрынғы кешегі любой эмоцияны шығарып, немесе қордып тастау арқылы сіз тәніңізді жеңілдетесіз. Бағанағы вирустардан, микробтардан. Эзотериктердің тілмен айтқанда қара энергиядан жеңілдетесіз. Психологтардың тілмен айтқан кезде ауыр зажимдерден, ауыр психотравмалардан жеңілдетесіз. Сыртқа шығару арқылы. Молдалардың тілмен айтқанда қара бәлелерден тәніңізді аластатасыз, тазартасыз. Сол арқылы сіздің тәніңіз өзі ақ жазыла алады. Оған артық бір нәрсені берудің қажеті жоқ негізінде. Қажетті азық түлігін, қажетті демалысын беріп тұрсаңыз, тән табиғи процесстері, табиғат солай жаратқанда тән өз-өзін емдей алады. Оған просто мешать етпеу керек. Просто сондай условия создавать ету керек. Условия деген не ол? Дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану, салауатты өмір салты, болды, басқа еш нәрсе жоқ. Ал дұрыс ұйықтау үшін, дұрыс тамақтану үшін ми тыныш болу керек. Осыны айтып отырмын бағаналы бері. Миыңыз тыныш болу үшін мына жердегі қалып кеткен эмоциялар, мына жердегі қалып кеткен ойлардың бәрін тазалап шығарып тастасаңыз, болды, сіздің дертіңізден айығып бастадыңыз деген сөз. Бірақ адам неге оны енді өзі жасай алмайды? Неге қанша дәптерлер толтырып жазса да, психологтарға барса да, вроде бы ішіндегі психотравмалардың бәрін емдеп, мамасын, папасын бәрін проработка жасаса да, неге адам ауруынан айыға алмайды? Өйткені біріншіден, мысалға 20 жыл бойы, 30-40 жыл, кейбіреулер 50 жыл бойы жинаған эмоциялардың, нығыздалып қалған эмоцияларды 1-2 консультацияда шығарып тастау кейде мүмкін болмайды. Бірақ сізге мықты маман жолығатын болса, дәл сіздің проблемаңыздың, мысалы сізде щитовидка болуы мүмкін, онкология болуы мүмкін, псориаз болуы мүмкін, без разницы, сіздің сол проблемаңыздың өзегін тауып алып, бүйтіп шығарып алып тастай алатын болса, негізі ауру 90 секундта-ақ жазыла алады. Екінші вариант, сіздің мировоззрениеңізді ауыстыру керек. Өйткені, қазір сіздің ауруыңызды емдегенмен 1-2 күннің ішінде, немесе 1 сутканың ішінде, немесе 1 аптаның ішінде сіздің мировоззрениеңіз, яғни сіздің ойлануыңыз, әлемге қарауыңыз, сіздің әдеттеріңіз, яғни мінезіңіз ауыспаса, өзгермесе, сіз 180 градусқа өзгермесеңіз, сіздің әлемге деген, адамдарға деген реакцияңыз өзгермесе, сіз ол ауруды қайтадан организміңізге шақырып аласыз. Қайтадан организм, яғни психологтан кетесіз, үйге барасыз, қайтадан сол ойларға кіріп кетесіз, қайтадан сол думкалар, қайтадан сол уайым, қайтадан сол қорқыныш. Адамдар сізге сөйлесесіз, баяғыдай реагировать етесіз, ұрсып кетесіз, жылап кетесіз, тығылып қаласыз, айтамай қаласыз. Соның салдарынан сіздің биохимияңыз, қаныңыздың құрамы қайтадан өзгереді, бағанағы дұрыс емес гормондар қайтадан бөлінеді, сөйтеді, сіздің органдарыңызға бағанағыдай ударлар тиеді, іштей. Соның салдарынан сіз қайтадан сол дертке шалдығып қалуыңыз мүмкін. Сосын адамдар айтып жүреді, мен жазылған жоқпын, маған көмектескен жоқ деген сияқты қылып. Ол жерде сізбен жұмыс жасайтын маман не істеу керек? Бірінші, сіздің эмоцияларыңызды тазалап беру керек. Үйді генеральный уборка жасағандай, ішіңіздің бәрін шығарып. Одан кейін ең бастысы, ары қарай ішіңіз былыққа, батпаққа толып кетпес үшін сіздің мировоззрениеңізді өзгерту керек. Мировоззрениені өзгертудің ең оңай жолы ол сіздің психотравмаларыңызды ауыстырады, алмастырады. Алмастырады деген сөз дегенде басқа психотравма салып береді деген сөз емес. Сіздің қарапайым тілмен айтқанда сіздің психотравмаңызды емдейді, жан-жараңызды емдейді. Сол себепті сіздің жан-жараңыз ауырмай, сырқамай, сыздамай тұратын болады. Одан кейінгі қадам жасайтын ғалым заңдылықтары арқылы сіздің өміріңізге анализ жасау керек, негізі. Мен солай жұмыс жасаймын. Сол кезде ғана сіздің әдеттеріңіз өзгереді. Әдет өзгерсе, мінез өзгереді. Мінез өзгерсе, сіздің мировоззрениеңіз өзгереді деген сөз. Сіздің реакцияларыңыз өзгеріп бастайды деген сөз. Ал ол өзгерсе, адамның тағдыры өзгереді. Бәрі сондай мелочь, элементарный нәрселерден басталады. Но все гениальное, все простое демекші, осындай элементарный нәрселерді жасамайынша, достар, біз тағдырымызды өзгерте алмаймыз. Яғни біз ауруымыздан, бүгін енді ауру туралы айтып отырық қой, тәніміздегі ауруымыздан айыға алмаймыз. Осындай қадамдар арқылы
сіздің бойыңыздағы кез келген дерттен арылуға болады. Біріншісі эмоцияны тазалайды, екіншісі психотравмаларды емдейді, мысалы қорқыныш болуы мүмкін, дұрыс емес установкалар болуы мүмкін, соның бәрін тазалайды. Одан кейін барып сіздің өміріңізге рухани деңгейде анализ жасау арқылы сіздің реакция мировоззрениеңізді өзгертеді. Осы үш дүние жасалған кезде сіз өміріңіздегі проблемалардан арыла аласыз. Өйткені бұрынғыдай өмір сүру салты сізді осы дертке алып келген, тупикке келіп тірелдіңіз. Мысалы онкология, СПИД, құдай сақтасын, кез келген ауру, туберкулез, псориаз, анау білмеймін қандай аурудың түрлері бар, әркімде әртүрлі ғой, сахарный диабет, давление. Бұрынғы өмір сүру салтыңыз, бұрынғы сөйлеу манераңыз, бұрынғы ойлану манераңыз, бұрынғы әдеттеріңіз, бұрынғы мінезіңіз, әркімнің әртүрлі. Сол сізді осы тупикке алып келді. Значит, басқаша жүру керек. Бұлай жүре берсең болды. Дальше Құдай стоп деп тұр. Дальше только өмір бойы аурумен күресің, немесе ар жаққа кетесің деп тұр саған. Сол үшін мына жаққа жүреміз. Яғни мировоззрениемізді өзгертеміз. Бірақ мировоззрениені өзгерту керек екенін бәрі біледі, бірақ неге адамдар істей алмайды? Өйткені ең бірінші бағанағы эмоциялар шықпаған. Мысалға, барып біреуден кешірім сұрай салайын десе, біреуге алғыс айтайын десе, біреумен қарым-қатынасын реттей салайын десе, мына жерінде бір нәрсе жібермей тұрады. Соны жібіту үшін эмоциялар бірінші шығару керек, рұқсат беру керек. Одан кейін сол эмоцияларды алып келген сіздің психотравмаларыңызды емдеу керек. Бекерден бекер сіз олай реагировать етпейсіз, дұрыс па? Бекерден бекер сіз бір нәрсе болса ұрсып бақырып жылап кетпейсіз. Бекерден бекер сіз бүйтіп қорқып тығылып қалып, не айтарыңызды білмей, сөзіңіз мына жеріңізден шықпай қалып, ком болып тұрып қалып, бекерден бекер сіз олай реагировать етпейсіз. Оның барлығының астарында әйтеуір бір боль, бір қорқыныш, бір психотравма жатыр. Соны алып тастаған кезде ғана сіз деп спокойно сөйлей алатын, тірілдемей, жыламай ойыңызды айта алатын, немесе бақырып шақырып кетпей спокойно сөйлесе алатын, қорқынышқа бой алдырмай спокойно реагировать ете алатын адамға айналасыз. Әйтсе жұрттың бәрі солай адекватно реагировать ете бермей ме? Бәрінің миы бар ғой, ешкім ақымақ емес қазір. Неге істей алмаймыз? Бағанағыдай мына жерімізде бір нәрсе тұрады. Осының бәрін тазалап, осының бәрін емдеп, адамды дейтін состояниеға келтірген кезде артқа қарап, неге мен олай реагировать еткем, неге мен үйтіп жынданып кете беретін едім, немесе неге мен бүйтіп қорқып отырып қалар едім дейтін сұрақтарына жауап берсең, өзі жауап берсе вообще в идеале психотерапия барысында, одан кейін барып бағанағы, давай енді дұрыс емес установкаларын жоямыз да, орнына дұрыс установкаларды қоямыз. Ғалам заңдылықтары жайында тыңда. Сен қалай әрекет етіп жатырсың? Осы тақырыпта ғалам заңдылықтары, дұрыс әдеттерді қалыптастыру деген тақырыпта мен өзімнің ұстазым Дмитрий Троцкийдің 7 деңгейі бойынша адамның өміріне анализ жасаймын. Ол жайында келесі видеоларда толық түсіндіретін боламын, бірақ жалпы адам 7 деңгей бойынша өзінің өміріне анализ жасаса, түсінеді, қай жерде нені бұзып жүргенін спокойно жазбаша түрде қолына жазып берген екен, ұстатып берген екен. Ол оны түсінеді, әрі көзі жетеді. Көз жеткен екен, оны саналы адам спокойно реттей алады. Өйткені оны реттеуге кедергі болып тұрған біз оның психотравмаларын алып тастадық, емдедік, яғни жан жарасын, оның реакцияларын дұрыстадық, саналы адам ары қарай алып кетеді деген сөз. Тек бағыт берсең болды. Дұрыс бағыт берсең болды, сол бағытпен ары қарай өмірін дөңгелетіп кете береді. Жалпы достар, бүгінгі видеода сіздерге ауру дегеніміз не, оның қалай пайда болады, оны қалай емдеуге болатынын психологиялық, рухани және ғылыми физиологиялық тілде, деңгейде, слойда түсіндіре алдым деген үміттемін. Менің бұл видеом сіздерге сәлде болсын пайдасын беріп, өздеріңіздің мәселелеріңізді шешуге көмегін берер деген ойдамын. Бұйыртса, жақсы күндерде кездескенше консультация немесе жеке сіздің проблемаңызға талдау қажет болатын болса, маған хабарласып, жеке терапияға келсеңіздер болады. Келесі эфирлерде кездескенше.